білеміз, иә, күннен түскен радиацияны электр энергиясына айналдырады. Иә. Сонымен қатар бұл жерде қандай жабдықтар бар? Электр үйдің жүйесіне бізде диодтар керек болды, электр қуат көзі керек болды, қысқыштар, сымдар, өткізгіштер, яғни өткізгіштер жалғау үшін сымдарды қолдандық. Ең былайша айтқанда, ең қарапайым бізгектің көмегімен үйді жарықтандырды. Сонымен қатар тамшылық суғару жүйесінде бұл жерде күн панелі, насосы бар өзінің. Қосқан кезде насос не істейді? Мынау резервуардағы суды айдайды. Сонымен бізде тамшылық суғару жүйесі іске қосылады десек болады. Тамшылық суғару процесі басталып жатыр. Күн панелі біз жаңа айттық, күн энергиясын электр энергиясына айналдыру үшін қажетті құрылғы екен. Су сорғысы бұл жаңағы судағы, резервуардағы суды айдайды дедік. Одан кейін батарея ол түнде немесе ауа райы бұлтты болған жағдайда қолданамыз. Мысалы, в данном случае қазір бізде панель емес, батарея жұмыс істеп тұр. Контроллер ол кернеуді реттеп батареяны қорғап тұрады, және тамшылық суару түтіктерінің рөлін атқару үшін кәдімгі системаларды қолданып, сонымен қатар су резервуары, енді біздің жағдайымызда су резервуары мынау біз болып тұр, иә. Былайша айтқанда қолжетімді, оңай істеуге болады. Очень простая система, но балалар теориялық білімді практикада жүзеге асырған кезде ғана нақты көздері жетеді. Бұл жерде тек қана мен енді физика пәнінің мұғалімі болғандықтан енді физикаға енбеуім мүмкін. Негізі басқа да ғылымдарды бұл жерде интеграциялаймыз. Қазір менің әріптестерім осы эко-үй жобасын жасаудағы басқа пәндердің рөлін де айтып өтетін болады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Менің есімім Аманқызы Айратқызы, физика пәнінің мұғалімі боламын. Қазір эко-үйді жасаған кездегі физика пәнінің негізгі рөлдерін атап өтетін боламын. Біріншіден, энергия түрленуі, яғни 8-ші сыныпта оқу бағдарламасына сәйкес, өздеріңіз білесіздер, энергияның түрленуі айналу заңдарының өзінде сол теориялық біліміне сәйкес күн панельдері арқылы күннен келген радиацияны электр энергиясына айналдыруды үйреніп, оны үйді жарықтандыруға және автоматты түрде тамшылатып суаруға жеткізе білді. Екінші, электр тізбектері, яғни 8-ші сыныпта тұрақты электр тоғы бөлімін өткен кезде оқушылар қарапайым электр тізбектерінен бастап құрап үйренеді. Бұл жерде бірнеше датчиктерден, сенсорлық құрылғылардан, күн панельдері, жаңағы ток күші, қысым сияқты бірнеше физикалық параметрлерге сүйене отырып, дұрыс жұмыс жасай алатын тізбек құра білді. Оқушылар өз білімдерін, теориялық білімдерін осы тізбек құру барысында өте тиімді пайдаланды, және осы жүзеге асқан кезде оқушылар өте қызығушылықпен жаңа жұмыс жасайды десем болады. Екінші, энергия үнемдеу. Эко-үйімізге мән беретін болсақ, ішінде жарық диодтармен, лампалармен қамтамасыз етілген. Яғни оқушылар осы тарапта энергияны үнемдей отырып, кәдімгі лампалардан гөрі жарық диодтарын пайдаланып өтті. Төртінші, автоматтандыру, яғни жаңа әріптестерім айта кетті, бұл жерде ешқандай екінші адамның басқаруын қажет етпейді, яғни бұл жерде сенсорлық және датчиктердің көмегімен сигналдар арқылы реттеліп отырып, жаңағы ылғалдылық төмендеткен кезде автоматты түрде суару жүйесі іске асады. Яғни осы арқылы кез келген құрылғыларды пайдалана отырып
жүйені автоматтандыруды үйрене алды. Бесінші құралдардың жұмыс істеу принципі, яғни бұл жерде бірнеше жаңа құрылғыларды бар, контролер тұр, электр панельдері, күн панелі тұр, электр тізбегі тұр. Бұл жерде тізбек құрған кезде олардың әрқайсысының жұмыс істеу принципін білу маңызды. Яғни олардың кеңеюі қанша ток күшін қажет етеді, қандай қуатты қажет етеді деген сияқты. Осы кезде су сорғысымен және контролердің жаңа жұмыс жасау барысында олар кеңеюді реттеп отырып, резервуардағы суды айдап, түтікшелер арқылы суды жіберуді үйренді. Сонымен қатар жасап, алдарыңызға ұсынып отырмыз. Алтыншы термодинамикадан бірінші және екінші заңына сәйкес энергия бір түрден екінші түрге айналады, яғни жоқ болып кетпейді. Соған сәйкес күн панельдеріндегі түсіп жатқан күн радиациясының әсерінен энергияның түрленуі орын алып жатыр. Және бұл жерде жылу және қысымның бір-біріне айналу процесі орын алып жатыр. Келесі кезекте өз әріптесіме берсем. Бұл жобада бізде бірнеше тақырып болған бет қой, бірақ енді менің ойымша биология сіздікі. Өйткені бізде ең маңызды ойын ауа, оттегін беретін бізде өсімдіктер. Сәйкесінше өсімдіктерді барысында біз неге өсімдіктерді биология басқа бөлім қамтымадық? Өйткені бұл топтар біздің оқу бағдарламасына сәйкес. Жетінші сегізінші беретін мұғалімдер биология беретініміз бар ғой, білесіздер. Өсуі, сегізді бастапқысында тозаңдану оның барлығын қамтылған. Яғни осы егу арқылы оқушылар дәрмен өсімдік қанша уақытта өсіп шығады, қанша уақытта тамыр береді, өз көздерімен көріп, өздері өсіріп, одан кейін қандай өсімдікті жаңағы вегетативті жолмен өсіруге болады, яғни оның жапырақтары арқылы немесе басқа талшықтар арқылы өсіруге болады. Тамыр арқылы өзіне суды басқа бөліктеріне қалай тасымалдайтынын, өткізгіш шоқалардың қалай жұмыс істейтінін толық көздерін жеткізе алады. Немесе жапырақтары арқылы, бетіне ғана су тиюі тәсілі арқылы, жапырақтардың бет тесігі арқылы өзіне қалай суды сіңіріп, тамырға жеткізетіні туралы да өз ойларын, өз көздеріне көреді. Ол есік алдында отырғызылған, аналар отырғызылған ол бөлек, оған бала қарамайды тұрып. Ал егер өзі қызығушылық білдіріп, өзі өсіріп, өзі бақылайтын болса, міне сол кезде сол тәрбие қызығушылығы артып, одан бізде жаңағыдай басқа жетістіктерге жеткізіп келеді. Сонымен қатар неге тамшылап суару? Білесіздер, бізде кейбір өсімдіктер су қоры көп, немесе керісінше су қоры өте қатты қайтелетін өсімдіктер бар. Сәйкесінше сол себепті біз тамшылап суаруға. Яғни тамшылап суару барысында топыраққа аққан су, тамған су, топырақтың тұнарлығын сақтап тұрады, сол арқылы өсімдік тамырымен жеткізіп отырады. Ал өзіне қажетті емес полиэтиленде жиналатын барлық заттарын бұл топырақ құлағында, жер асты тамырында жинап отырады. Кейін оны тамыр бағыттарымен төбеге жапырақтарына немесе гүлдеріне жеткізіп отырады. Сонымен қатар неге дәл осы күн сәулесі қойылатын панельдің қасына қарастырылған? Өйткені жаңағыдай күн түсу бұрышына да байланысты. Бізде де гүлдерді күн сәулесін өте жақсы көреді. Сол себепті дәл осы күн панелі әрі екеуі де күнді қажет етеді. Екіншіден жаңағыдай күн сәулесінсіз олар өсіп дамымайды. Ал күн панелі оны өсімдіктерге өз энергиясын түрлендіріп, су беру арқылы қамтамасыз етіп отырады тіршілігін. Жалғастыра кетсек, енді мен география пәні болған соң, қалай бұл жобаға география кірді. Оқушылармен бірінші география сөзін білесіздер. География жердегі барлық нысандардың орналасу ретін анықтап береді. Яғни қай нысан қайда орналасқандығы туралы айтылады. Енді бұл жерде эко-үй жобасында біз оқушылармен бірлесе отырып, біз эко-үйдің ландшафтысына тоқталдық. Яғни ол ландшафт белгілі бір ауладағы өзіне тән топырақ шаруашылығын ескере отырып, өсімдіктің таралуы және әрбір нысанның орналасу ретін көрсетеді. Бұл жерде біз эко-үй жобасында климатына сәйкес, жергілікті жердің климатына сәйкес, топырақ жамылғысының таралуына сәйкес өсімдіктерді арқылы және сол өсімдіктерге құрғақшылыққа бейімді және топырақтың эрозиясын сақтай отырып, өсімдіктерді отырғызып. Эрозия деген білесіздер, эрозия тек қана судан ғана болмайды, күннен келетін сәулелерден және де қарты желдің әсерінен болады. Сол себепті біз эко-үйдің ландшафтысына сол жердің тікелей күн сәулесінің су бұрышына сәйкес өсетін өсімдіктерді отырғызып және үйдің нақты орналасу ретін көрсеттік. Сонымен қатар
суландыру жүйесінде күн панельдері күннің тікелей сәуле бұрышына байланысты жайғастырылды. Сонымен қатар күнделікті өмірде жаңа әріптесім айтып өтті, біз бұны далаға да отырғызуға бейімделеді. Негізі бұны осы уақытқа дейін қыс түскенше біз далада отырғызып, негізі көктемгі күнде уже көріп тұрғандарыңыздай біраз уақыт болған оқушылар жасағаннан, сондықтан біз бұларды сырттан ішке қарай тасымалдау барысында бөлме температурасына бейімделуде климатына, яғни кабинеттің ауа температурасына сәйкес бейімделуде оқушылар қадағалауда. Яғни географиялық тұрғыда бұл үйдің ландшафтысы қоршаған ортаға ешқандай да зиян келтірмейтін өнімдерді пайдалану арқылы оқушылар қайта өңдеуге болатын керекті заттарды өздері жасап шығарды. Яғни бұл географиялық тұрғыда нақты өте тиімді мәселе. Системалық ұсынуға өте керекті, оны қайта өңдеуге де болады. Білесіздер, оны арнайы қысқа салып қайта өңдеуге болады. Қосымша барлық тұрған элементтің барлығы бірінші географиялық тұрғыда өте тиімді процесс. Бұл аталған жобада географиялық тұрғыда барлық жағынан оқушылар өздері зерттеп, барлығын өздері орналастырып, және сол орын бойынша зерттеу жүргізуде. Әлі нәтиже болашақта көре жатармыз. Келесі әріптесім. Қош келдіңіздер, әріптестер. Мен география пәні мұғалімі Салтанат Жомартқызы. Әріптесімді толықтырып өтейін. Бұл жерде біз барлығымыз айтып жатырмыз, эко-үй және бұл жерде жаратылыстану пәндерінің барлығының бірігіп өте көп білімді қажет етеді. Біз айтамыз оқушыларға, теория жүзінде көрсетеміз сабақта. 45 минутта біз не айтамыз? Яғни пластикті тиімді пайдалану, табиғатты тиімді пайдалану, оның зиянын айтамыз. Барлығымыз теория жүзінде айтамыз, тек жазамыз, оқимыз, ауызша көп өтіп жатыр, бірақ осы уақытқа дейін бұл оқушылардың жұмыс нәтижесі. Бұл жерде біз не көрсетеміз? Географиялық тұрғыдан айтатын болсам, бұл жерде біз топырақ жағындысын айттық. Топырақ білесіздер, жаңағы топырақтың эрозиясы бар, жаңағы топырақтың құнарлығы бар. Яғни әр табиғат зонасында топырақтың түрі, түсі барлығы өзгеріп отырады. Бұл жерде біз гүлді отырғызу, бұл оқушылардың өздерінің жұмысы, яғни теориямен айту бөлек, қолмен жасап ұстауды бөлек нәрсе. Жаңағы оқушылар бұл жерде командалық жұмысқа да бейімделеді, және бұның жасап болған нәтижені өздері көріп, осындай дүние жасауға болады екен деген ой туындайды балаларда. Енді бұл жерде біз айтамыз, жаңағы пластиктің зиянын айтамыз, бірақ оның қазір пайдасы да бар. Жаңа технология дейді, жаңа технологияны пайдалана отырып, біз қазіргі таңда әр затты тиімді пайдалануға оқушыларды бейімдедік. Яғни бұл осы жұмыстың нәтижесі деп есептеймін. Бұл жерде біз жаңағы пластиктің резервуарды пайдаландық. Бұл жеңіл, әрі тиімді, экологиялық жаңағы жаман ретінде көрсетеміз. Пластик бұл заттар бөлек, бірақ бұны біз пластиксіз қазір бұны жойып тастай алмаймыз. Себебі бұның да бізге тиіп пайдасы бар. Барлықтарыңыз білесіздер, әлем бойынша су тапшылығы өте өзекті мәселе болып табылады. Бұл жерде біз жауын-шашынның осы жерге резервуарға, пластмасс резервуарға жауын-шашынның суы жиналады. Одан ары қарай біз өсімдікке пайдаланамыз. Жаңағы табиғат суаруға деген жерлерге пайдалануға болады. Біз оқушыларға көрсетіп дәлелдейміз. Енді күн батареяларын білесіздер, бұл не істейді? Электр жарығымен толықтырып отырады. Ары қарай әріптесіміз сөзге берейін. Құрметті әріптестер, ең алдымен семинарға қош келдіңіздер. Сіздерді бүгінгі семинарда көріп отырғанымызға қатты қуаныштымын. Менің есімім Рахматолла Мұқан Даниярұлы, мен осы мектептің химия пәнінің мұғалімі болып табыламын. Бүгінгі біздің тақырып химия пәнінде сілтілік металдар тақырыбында цифрлық стенд әзірлеу. Байқасаңыздар, біз оқушылармен бірлесе отырып, кішігірім осындай бір айлық көлемінде жұмыс жасап шығарған болатынбыз. Енді қараңыздар, бұл жұмыстың өзектілігі неде? Бұл жұмыстың басқа стендтерден айырмашылығы қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді қараңыздар, жалпы өзектілік мынада. Заманауи педагог ретінде біз оқушылардың бойында 21 ғасыр дағдыларын сіңірген тұлға қалыптастыруымыз керек. Дұрыс қой?
бұл педагогикалық міндет және мақсат. Және осы тұлғаны қалыптастыру үшін біз тұлға дәрежесін бекітуіміз керекпіз. Яғни біз сол дағдыларды өзіміз меңгеруіміз керекпіз, немесе меңгеру жолында болуымыз керекпіз. Осы кезде ғана біз тұлғаны қалыптастыра аламыз. Жалпы 21-ші ғасыр дағдылар қандай айтып жіберсеңіздер. Жалпы 21-ші ғасыр оқушылардың бойында болу керек дағдылар. Шығармашылық ойлау дағдылары, радиоманың креативтілігі, тағы жаңашылдық, ақпараттық коммуникация технологиялары, топтық, жеке, жұптық жұмыс жасау дағдылары, олардың белгілі бір шығармашылық ойлау дағдылары, ғылыми дағдылар, бұның барлығы 21-ші ғасыр дағдылар. Енді соны қалыптастыру үшін сол дағдылар біздің бойымызда болу керек. Сосын бұрынғы эмпирицизм философы бар, Фрэнсис Бэкон деген ғалым философ, ол кісі былай дейді, 19-шы ғасыр сол өзінің заманы кезіндегі ең құнды нәрсе білім деп қалыптастырды. Дұрыс, біздің заманда да білім құнды, бірақ оның жанында тағы бір құндылық пайда болды. Сол білімді қалай қолданамын? Яғни оқушыға біз білім беріп қана қоймай, және соны қалай, қайда, не үшін және қашан қолдану керектігін біз бағыттарда беруіміз керекпіз. Осы тұста біз неге химияда стендті оқушылармен бірге жасадық? Араларыңызда химия пәні мұғалімдері бар ма? Химия пәні байқасаңыздар, өте қиын пән ретінде қабылдайды оқушылардың көпшілігі. Енді соны жеңілдету барысында біз осындай стенд құрастырған болатынбыз. Біздегі негізгі мақсат оқушылардың химия деген қызығушылығын, сонымен қатар 21-ші ғасыр дағдыларын қалыптастыру, немесе оны дамыту мақсатында цифрлық стенд әзірлеу болып табылады. Келесі кезекте Қайырлы күн әріптестер, сіздерді көріп отырғанымыз өте қуаныштымыз. Менің есімім Рахматуллаева Шантарабекқызы, химия пәнінің мұғалімі. Жалпы айтқан кезде бұл стендте химия күрделі деген дағдыны оқушыларда жою, химияға деген ынталарын арттыру мақсатында әзірледік. Химиялық стендтің практикалық кезеңіне келетін болса, біздегі ең алдымен бұл стендті жасау үшін оқушылар әр элементті зерттейді. Олардың физикалық қасиеті қандай, химиялық қасиеті қандай, қай жерде қолданады, және де басқа да қасиеттері, толық мәліметтері, қай жылы қандай ғалым ашты, қызықты мәліметтерді зерттейді. Енді қарап отырса анимациялық түрде берілген, иә, олар оқушыларға өте қатты ұнағандықтан анимациялық түрде көрсеттік, және бұл процесс оқушыларға өте қызықты болды. Не үшін бұлай жасалынған десек толығымен түсіндіріп кетемін. Мысалы ретінде натрий элементін түсіндірсем, 11 атомдық номері, иә, натрийдің. Келесі натрийдің шашы сары түсті болып байқап тұрсыздар, иә. Себебі натрий жалыны сары түсті болады. Оқушылар бұл физикалық және химиялық қасиетін көрді де, ізденіп жатыр, сондықтан натрий шашы сары түсті қылайық деген сияқты идеялармен анимацияда жасады. Жасанды интеллектпен жасады бұлардың барлығын, және де натрий сумен өте белсенді әрекеттеседі. Сондықтан судың анимациясын қосты, және де қазақи ұлттық құндылықтарды ұмытқан жоқпыз, сондықтан оюларды да қосуға тырысты, және де осындай анимациялық түрде әр элементті жылай жасап шығардық. Енді бұл стенд педагогикада алатын рөлі қандай? Біз бұл стенд пилоттық жұмыс болғандықтан бұл басқа пәндермен интеграциялар аламыз, иә. Бұл химияда бізде өте көп тақырыптар бар, тұздар бар, оксидтер бар, негіздер бар, сілтілер бар, иә. Барлық тақырыптарды барлық интеграциялар осындай цифрлық стенд әзірлесек болады. Енді біз цифрлық стендімізді әзірлеу үшін қандай материалдармен, қандай компоненттер қажет болған айтып өтетін болсақ, бұл стендтің негізі ПВХ материалы кетті, қалыңдығы 5 мм. Екінші Arduino Uno, яғни микроконтроллер болып саналады, DF Player Mini, одан кейін аудио жазбалар салынған CD микрофлешка, әртүрлі брейкборд жалғауыш сымдары, қалай сымдары, USB кабель мен қуаттағыштар керек болды. Ары қарай осы датчиктердің қалай жұмыс жасайтындығын менің әріптесім Данияр түсіндіріп өтетін болады. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Arduino Uno дегеніміз не, DF Player Mini дегеніміз не? Әрине біз жарық ұстаным жайлы болғандықтан біз датчиктер жайлы онша көп ақпаратты меңгермегенбіз. Енді бізде қызығы да сол болды. Неге химияны сол датчиктермен байланыстырып, жаңа элементтерді дыбысқа келтірмеске деген сан. Осы процесс барысында біз сіздерге кішігірім жұмыс нәтижесін сіздерге таныстырып, бүгінгі семинарда біздің мақсатымыз. Қараңыздар, Arduino Uno дегеніміз мынандай бір кішігірім датчик болып табылады. Бұл микроконтроллер, яғни әртүрлі датчиктерден келген сигналды өңдеп, кодтарға байланысты белгілі бір функцияға келтіреді.
Біздегі жағдай DivePlayer Mini деген бұл да бір датчик. Бұл өз кезегінде код арқылы жазылған дыбыстарды бұл дауыс ретінде шығарып береді. Яғни DivePlayer Mini колонкаға жалғанады. Бұл ең кемінде 3 ваттық, 5 ваттық, немесе егер стерео динамика қолданамын десеңіздер 8 ваттқа дейін қолданысыңыздар болады. Бүгінгі біздегі 3 пен 5 ваттың аралығында болады. Сол үшін сәл дауысы аз жай шығуы мүмкін. Алдын ала айырмеңіздер. Енді қараңыздар, жұмыс процесі қалай жүзеге асады. Бізде әр элементтер сенсорлық датчиктер орнатылған. Оның түрі әлпеті мынандай болады. Және де осының үстін басқан кезде датчик Arduino Uno'ға өзінің командасын береді. Arduino Uno кодтау арқылы өңдейді дағыны команданы DivePlayer Mini'ге өткізеді. DivePlayer Mini жаңағы SD флешкаға, микрофлешкадағы кодталған дауыстарға байланысты керекті файлын таңдап отырып, оны колонкаға жөнелтеді. Сол арқылы дауыс шығады. Осы процесті біз сіздерге көрсеткіміз келген болатын. Ал енді кодтауға келетін болсақ, біз Arduino IDE атты программа бойынша кодтауға тырыстық. Бірақ өкінішке орай біздің енді біліміміз химия пәні болғандықтан біз датчиктер жайлы көп ақпарат жинақтай алмадық бір айдың ішінде. Сол үшін барлығын кодтауға тырысқанмен қазір сонымен қатар сәл дұрыс келмеуі де мүмкін. Рубиди элементін ғана сәл дыбысқа келтіруге тырыстық. Бірақ сонда да литий мен натрий элементтерін қалай дауысталу керектігін сіздерге көрсетеміз. Жалпы кодтау осы кодтау арқылы Arduino оны өңдей отырып дыбысқа келтіретін болады. Қазір сіздерге бір үлгісін көрсетейік. Arduino Uno'да осындай USB кабель шығады дағыны. Сол бойынша біз оны неге жалғаймыз, электр тогына жалғаймыз. Бұл бізде Arduino'ның қосылғандығын көрсетеді. Енді Rubidиді қосып көрейік. Енді қараңыздар, бұл дауысы шыққан түрі. Енді әрине дауысы сәл қасең болып қалды, себебі біз кішігірім колонканы қолданған болатынбыз. Чтобы өзімізді көру үшін. Егер нәтижесі жақсы шықса деп ойлағанбыз, жақсы шықты. Енді ары қарай да колонканы өзгердік. Бұл енді пилоттық режимде әріптесім айтып кетті. Неге пилоттық режим? Себебі бұны Arduino'ның басқа да датчиктерін қолдану арқылы мында светодиод жүргізуге болады, немесе белгілі бір дисплей шығарып қосымша ақпарат беруге болады деген секілді өздеріңіздің қалауларыңызға немесе қызығушылықтарыңызға қарай, немесе оқушылардың ұсынысына қарай осы жұмыстарды жандандыруға болады. Енді қараңыздар, дауысы сәл басқаша шықты. Негізі бұл оқушылар арқылы жазылған дауыс болып табылады. Және де оны біз жасанды интеллект арқылы өңдей отырып, біз осы Rubidидің әлпетіне, химиялық, физикалық қасиетіне сәйкес оны өңдеуге тапсырыс берген болатынбыз. Өңдеп соған сәйкес келді деген ойдамын. Қай сіздерге? Енді қараңыздар, бізде литий элементі және натрий. Біздің өмірімізде ең керекті элементтердің бірі болып табылады. Бұны енді біз жалғай алмадық, бірақ сонда да маңызды болғандықтан сіздерге примерно дауысын көрсеткіміз келеді. Және де бұда екеуміз дауыс жазған боламыз, бірінші элемент болғандықтан. Сәлем, мен сәттілік металдардың арасында жеңіл және алдымен энергиямен байланысты элементпін. Менің ерекше қасиетім, мен аккумуляторларды, әсіресе мобильді құрылғылар мен электромобильдерді қолданады. Менің қатысуымсыз сенің смартфоның немесе ноутбук жұмыс істемес еді. Менің батареяларым ұзақ уақыт жұмыс істеп, жылдам зарядталады. Сондықтан менің рөлім өте маңызды. Литийдің қасиеттеріне байланысты мысалы енді натрийді. Сәлем, мен натрий. Сен күнделікті беремін. Бірақ байқамауым мүмкін. Сен мені ас тұзы ретінде білесің, бірақ мен бұдан да маңызды. Мен сенің ағзаңдағы су балансын реттеп, жүйке импульстарын таратуға көмектесемін. Мен болмасам,
бұл шығыттарын қозғала алмай миын белгі бере алмас еді. Мен табиғатты таза күйде кездеспеймін, өйткені өте белсендімін. Егер мені суға салсам, өз ілеспес жылдамдықпен сутегі бөліп, күшті реакцияға түсемін. Кейде тіпті жарылыс жасауым да мүмкін. Менсіз өмірім дәмсіз болар еді. Енді қараңыздар, бұл жердегі тағы бір артықшылықты көруге болады. Бізде әрбір элементті, мысалы үшін натрий жалынды сары түске бояйды, немесе сумен реакцияға түседі деген секілді бізде бір теориялық элемент бар, сосын лабораториялық элемент. Лабораторияны көпшілік жағдайда жасай алмаймыз, себебі олар өте белсенді. Енді біздегі тағы бір выход, видео көрсету, оның өзінде оқушылар қызығушылық төмендейді, себебі оны күнде көріп жүріп, өздері де іздей алады. Ал егер осыны анимацияға келтіріп, оларға сөзбен, дыбыспен келтіруге тырыссақ, енді оқушылардың қызығушылығы артты. Және олар оқушылардың қызығушылығы неге басқа да топ элементтерін жасамасқа? Яғни бұнда шектеу жоқ. Оқушылардың қызығушылығына және өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізге байланысты жұмысты одан әрі жалғастыра беруіңізге болады. Енді қараңыздар, бізде стендте екі түрлі бар тұр. Біріншісі видеоматериал, яғни сілтілік металдарға байланысты қарапайым видеотерді алып көрсеттік. Ал екіншісі бұл 3D модель. QR-ды сканерлеп көрсеңіз де болады. 3D модель ретінде қарастырған болатынбыз. Түсіп жатыр ма? Иә. YouTube'да қойылады. Түсіріп алдыңыздар ма? Енді сіздерге 3D модельді примерно көрсетейін. Қосылды ма? Енді біз сіздерге 3D модельді көрсетейік. Қазіргі уақыттағы заман талабына сай біз инновациялық технологияларды көптеп қолдануымыз керекпіз, яғни енгізуіміз керекпіз. Сол арқылы қарапайым таблица емес, біз 3D моделін алып келген болатынбыз. Бұл интернетте ашық доступта қолданылады, өздеріңізде алып көрсеңіздер болады. Мысалы үшін қараңыздар, алкали металл, яғни сілтілік металдар. Соны бассақ, бізде тек қана сілтілік металдар тобы шығады. Мәселен, рубидийді қарайтын болсақ, мұнда бізде рубидийді алайық. Бұл жерде электрондық конфигурациясы. Жай ғана емес, бұл атомдардағы электрондардың орналасуымен былай көрсетеді. Жақындатып, мысалы үшін, бірінші орбитальда 1s 2 электрон орналасқан деген секілді, осылай көрсетсеңіздер және түсіндірсеңіздер, более деген болады. Осы нәрсеге байланысты. Так, енді презентациямызға ораламыз. Екінші видеоны көріп көргенше, бұл қарапайым YouTube платформасындағы дайын видео, немесе өздеріңіз мұғалім ретінде түсіріп, жүктеп қойсаңыздар да болады. Ол уже сіздердің индивидуалды жұмыстарыңыз болып табылады. Так, енді келесі. Бұл біздің жұмыс барысымыз қысқаша. Так, келесі. Біздегі бұл цифрлық стендтің білім беру процесіне қандай ерекшелігі бар, қандай функциясы бар. Сол туралы айтып өтетін болсақ, ең бірінші біз анимациямен креативтілік және көрнекілікті айтатын едік. Неліктен? Себебі әр элементті балалар көз алдында елестетіп, көз алдында елестетіп, визуалды түрде көре алады. Өздері зерттеген қасиеттері бойынша құрастыра алады. Екіншіден беретін артықшылығы бұл зерттеушілік қабілетін дамыту. Балалар, оқушылар осы алған мәліметтерді алып, қолданып, олар осы цифрлық стенд жасауды қолданады. Олар көп ізденді. Мынандай нәрсе қоссақ болады екен, бүйтсек болады екен, былай ауыстырсақ болады екен деген сияқты көп материалдар ізденгендіктен біз сол зерттеушілік қасиетін оята алдық оқушыларда. Және де бұл процеспен ғана шектелмей, алда үлкен жоспарлар бар. Және де оны болашақта тағы қолданады осы алған білімдерін деп ойлаймыз.
Үшіншіден бұл технологиялық сауаттылық деп айтады еді. Неге? Әртүрлі микрочиптермен, заманауи құрылғылармен жұмыс жасау арқылы біз оқушыларды осы технологияға баулаймыз. Жалпы айтқан кезде химия пәніне деген қызығушылығын арттыра алдық. Сонымен қатар біз STEM технологиясын интеграцияладық. Қалай? Science. Біз химия пәні ретінде химиялық толық ақпаратты қамтамасыз етті. Яғни оқушылар өздері ізденді, қателіктерін біз қорғадық деген маман ретінде. Келесі технология. Яғни біз электронды датчиктерді қолдану арқылы біз химияға интеграциялап жаңағы дыбысын шығарып отырмыз. Бұл технология. Инженерия. Яғни бұл стендті құрастыру процесі бізде инженерия болады. Яғни оқушымен қатар біздің бірлесе атқарған жұмысымыздың нәтижесі стенд инженерия. Және математика. Біз енді математикада, химияда именно химиялық есептерді қолданатын, ал бұл жағдайда біз қанша материал, ондағы қанша бар электр энергиясы керек, қаншалықты материал тіпті біздің жаңағы топтауымыздың өзі математикаға енгізіліп белгілі бір байланыс бар арада. Сонымен өз бүгінгі қысқа ғана жұмысымызды қорытындылай отырсақ, біз негізгі мақсатқа жеттік деген ойдамыз. Яғни оқушылардың 21-ші ғасыр дағдыларын қалыптастырдық, және сонымен қатар химияға деген қызығушылығын қалыптастырып, одан әрі дамытуға жағдай жасадық. Сонымен қатар біз химия мен информатиканы интеграциялауға тырысып, кішігірім жұмысымыз осы болып табылады. Назарларыңызға. Алдында құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар, бүгін жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері, философ, байқап отырсаңыздар барлығы жастар, иә. Сіздерге сабақта STEM технологиясын қалай қолдануға болатыны жайлы бір-екі ғана үлгі көрсете білдік. Енді уақыт бұл жерде жетпей бармын. Бізде осы салада айтып өткенімдей жаңамыз, көптеген мектептерде енді STEM енді біртіндеп еніп жатыр. Бізде осы қаңтар айынан бастап қолға алып жатырмыз. Бұдан да болашақта үлкен жобалармен Құдай қаласа шығамыз деген ойдамыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, QR-код бар, иә, бағдарламада. Егер жаратылыстану пәнін оқытатын мұғалім болсаңыздар, бұл жерде мини-проекттің жасалу үлгілері, қандай материалдар қажет, Қашатова көрсетілген сабақтарыңыздар, егер қызық болса, оқушыларға істетіп қолдан көрсеңіздер болады. Мен өзім 8-ші сыныпта физиканы оқытуда электр тобы тарауын өткен кезде осы мини-проекттердің бір 12-сін жасаттым. Оқушылар өте қызықты. Ол жерде тек қана физика емес, арттан, искусство, сурет салады, есептейді деген сияқты жалпы STEM бір мини-проекті. Бүгінгі семинарымыз қызық болды деп үміттенеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе кері байланыстарыңыз болса, күтеміз. Жалпы келгендеріңізге алғыс шексіз. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, қойып өтсеңіздер. Жаңағы компьютердағы түрлі материалды ашық достықта бар дедіңіз. Ол неден бар? Кәдімгі Google-дан іздесек. Google платформаларынан шығады. Негізі бірнеше түрі бар. Өзіңіздің ерекшелігіңізге байланысты. Ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз. Сөйлемді алдыңызға көп нәрсе алып келемін. Burada Мысалы, мен бірінші кірген кезде синтетикалық металдарға шығарған кезінде бірінші өзім басқа пән болған кезде мәлімет жеткенде қазір мына кейінгі әріптестіктің арқасында мен екеуінде екі маман, жас маман. Биыл осы мектепке жұмысқа орналасты. Бірақ жас маман екендеріне қарамастан, енді бір жағынан зерттеу жұмысымен айналысып жүр ғой. Себебі екеуі де бірінші курс магистранттар. Сол үшін қарасаңыз, жаңағы студент сияқты да, на самом деле андай жұмыс иә, жасалған керемет өте ерекше болды. Мен шындай несі бар екен жаңағы технологиялардың қолданғандарыңыз. Тіптен өзіңізге қызық болды ғой, себебі Біз қызық кеттік қой. менде мынандай болатын, қазір университет 4-ші курсты бітірген уақытта біз информатика кафедрасына бір бардық, датчиктер керек болды. Сол кезде біз судың мөлшерін есептейтін датчик алған кезде, ана жерде одан да басқа қырғын датчиктің жұмысы көрдік та. Сол кезде біздің де қызығушылығымыз оянды. Неге осыны химияға интеграция жасамасқа деген идея сол кезде туындаған. Бірақ сәті бүгінге түсті. Жақсы әріптестер, үлкен рахмет.
активді алған өтсеңіздер жаңағы бірінші басталған екен. Начали.